яғни мақсаты белгілі бір практикалық тәжірибеден үйренуге көмектесу, тәжірибені зерттеу, рефлексияға келдік. Яғни ата-аналардың да, оқушылардың да әрбір сабақтан кейін немесе ашық сабақ болсын, немесе жаңа кез келген уақытта олардың пікірін тыңдау, оқушы үнін тыңдау мұғалімді үнемі жетілдіретіндігін және өз тәжірибесіне дұрыс талдау жасай білуге көмектесетіндігін байқаған екен. Бұл жерде оқушыны жетілдіру үшін немесе мұғалім өзін өзі жетілдіру үшін академиялық қатаңдық талабын орындайды. Академиялық қатаңдық талабы деген не? Бұл академиялық адалдық десек те болады. Дегенмен де академиялық қатаңдық талабына мынандай анықтама береді. Академиялық тұрғыдан қатаң білім бере алатын мұғалім білім алушыны, кешіріңіздер, бұл жерде қате кетіп қаптым, материалды игергені үшін анықтау үшін бірнеше бағалау жүргізетін және оқушылардың білім алуға дайын екенін білген кезде материалды күрделендіре алатын адам бұл академиялық деп табылады. Бұл анықтамаларды сіздерге жеке мен слайдты топқа салуы мүмкін, сол кезде тағы да оқисыздар. Яғни академиялық қатаңдық дегеніміз оқушыны бағалай білуі, бағалаған кезде оқушының деңгейі қай деңгейде тұрғанын анықтай алуы және оқушының деңгейіне қарай берген тапсырмасын үнемі күрделендіріп оқушыны дамыта алатұғын мұғалімді академиялық қатаңдық талабын орындады деп есептейді екен. Олай болатығын болса, бұл оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынас болатығын болса, енді мұғалім өзіне академиялық қатаңдық талабымен қараса, рефлексия жасай алуы және өзіне қатаң академиялық талап қоюы, академиялық қатаңдық талабын қоюы дегеніміз ол рефлексия жасаған кезде өзін өзі бақылап тұрған деңгейінен келесі деңгейге көтерілу талабын өзіне өзі қою екендігін айта аламыз. Бұл жағдай енді тиімді бағалаумен қатысты болады. Яғни білім алушыны бағаласаңыз да, сіз өзіңізді өз тәжірибеңізді бағаласаңыз да, сізді дамыталу керек және одан ары қарай не істей алатындығыңызды бағалай білуіңіз керек. Міне біз сол кезде ғана өзімізге өзіміз дұрыс рефлексия жасадық, сабағымызды дұрыс талдай алдық. Бұл біздің зерттеуіміздің басы деп түсіне алады екенбіз. Немесе әдістемелік құралымыздың басы деп түсіне алады екенбіз. Олай болатығын болса, біз жаңағы өзімізге өзіміз рефлексия жасаудың, жалпы мұғалімдердің өзіне өзі рефлексия жасаудың жиі қолданылатын моделі бұл Гибстің рефлексия моделі деп аталады екен. Бұл оқу мұғалімдердің тәжірибесіне 1988 жылдан бастап енсе керек. Ең бірінші сипаттайды. Нені сипаттама жасайды? Не болды? Тәжірибеңізде не болды? Яғни бүгін біз бір сабақты жоспарлап келдіңіз, ол орындалды. Орындалып біткеннен кейін осы 45 минутта не болды? Соған соны бақылайсыз, сараптама жасайсыз, сипаттама жасайсыз. Екінші сезімдер. Сезім дегенде не ойладыңыз және не сезіндіңіз? Оқушымен қарым-қатынасыңызда сіз не ойладыңыз және не сезіндіңіз? Одан кейін бағалауыңыз. Тәжірибеде не жақсы болды, не жаман болғандығын айтасыз. Осы оқиға бойынша сіз не сезіндіңіз? Және осы тәжірибенің арқасында не үйрендіңіз? Бір 45 минутта сіз не үйрендіңіз? Мысалы, зерттеу сабақтарын өткіздік, сол кезде біз өзімізге өзіміз осы сабақта не үйрендік? Қай оқушыны бақылай алдым, қай оқушыны дамытсам деген нәрсеге өзімізге өзіміз талдау жасауымыз керек. Яғни сіз осы тәжірибені қайтадан қолдансаңыз, тағы бір рет жасасаңыз, сіз нені түзетер едіңіз деген нәрсеге жаңа әрекеттер, жаңа жоспар жасауыңыз керек екен. Бұл модель қазіргі кезде мұғалімдердің арасында, өзін-өзі дамытатын мұғалімдердің арасында өте жиі қолданылған және өзін-өзі ақтаған модель екендігін көрсетеді. Енді мұғалім рефлексиясы қалай жазылады? Ең бірінші мұғалім сабаққа дейін, сабақ жоспарлаған кезде, сабаққа дейін сынып оқушылары не алды, не үйренді дегенді талдап өтеді.
Одан кейін барып, енді мен бүгінгі тақырыпта оқушыға не үйретемін, оқушы менен бүгін не алады, не үйренеді деген сұрақтарға жауап береді. Сол бойынша ойланады. Сөйтіп барып сабақ жоспарын жасайды. Ал енді осы сабақ жоспары аяқталғаннан кейін өзіне өзі рефлексия жасайды, яғни ессе жазады. Өзіне өзі ессе жазады. Сонда бұл есседе бірінші жақта жазады. Мен мынаны қолдандым, бұл тәжірибемде мынандай нәрсе жүзеге асты дегенді. Сол кезде ол 6 қағиданың, бағанағы айтқан моделдің 6 қағидасын сақтайды. Сипаттайды, сезімін айтады, бағалайды, талдайды, қорытынды әрекет пен жоспар жасайды. Енді ол жұмысы мінсіз болу үшін не істейді? Бірінші туындыны, өзінің жасап отырған жоспарын, немесе өзінің жасап отырған ғылыми жобасының негізін, тәжірибесін, түсінгендігін танытады, дербес ой айтады, мінсіз аргументтер келтіреді, сол сабақтан мінсіз аргументтер келтіреді. Орынды мысалдар келтіреді, логикалық және прогрессивті дамытатын талаптар қояды, сөйлем құрылымы жақсы құрылған болу керек. Сөйтіп, мұғалім өзіне рефлексия жасайды. Рефлексия жасаған кезде мына 7 қадамды міндетті түрде назарға алады. Ең бірінші, жаңағы аттестациялық ессе жазсын, рефлексия жазсын, өзінің қозғап отырған тақырыбын ашады, оған дәлелдерді жинақтайды, тезис қарастырады, аргументтерді талдайды, қарастырады, сосын кейін құрылымын сақтайды, кіріспесін, негізгі бөлім, қорытынды бөлімін сақтайды. Өсіп барып мұғалім өзіне өзі рефлексия жасайды. Сол әрбір рефлексиясы оның не зерттеу жұмысы болады, немесе оның әдістемелік құралы болады. Сөйтіп барып болашақта аттестациядан өткен кезде аттестациялық эссені 30 минутта жазып шығуға дайын мұғалім қалыптасады. Бұл мұғалімнің өзінің шығармашылық жұмысын дәлелдей алуы, талдай алуы, өзін өзі дамыта алуы, өзінің білім деңгейін саралай алуы деңгейіне жатады екен. Енді сіздерменен уақыт бар болса біраз тәжірибе жасап көрсек, сіз бүгінгі педагогикалық кеңесті талдауыңыз керек, көріп отырсыз, бәрін қабылдадыңыз. Енді сіздің пікіріңіз бен тәжірибеңіз қандай? Бірінші, неге? Сізге әсер еткен 2 нәрсені атасаңыз. Сөз кезегі сіздерде, құрметті әріптестер, қысқа нұсқа айтсаңыздар. Екінші, тәжірибеңізде бар ма еді? Сабақ жоспарлағаныңызда, сабақтан соң рефлексия жасайсыз ба? Осы сабақты өткізіп жатқан кезде, сабақ үстінде, сабақ жоспарыңызға өзгеріс енгізесіз бе? Ол өзгерісті неліктен енгізесіз? Себебіне? Келесі оқушы мен ата-ана менен оқушы үнін тыңдап, өзіңізге өзіңіз олардың айтқан ұсыныстарынан өзгеріс енгізесіз бе? Сабақ тәсіліне өзгеріс енгізесіз бе? Әлде оқушыға қоятын талабыңызды өзгертесіз бе? Немесе оқушымен қарым-қатынасыңызды өзгертесіз бе? Осы жөнінде өз пікірлеріңізді білгім келеді. Мен айтайын, мына нені жаңағы Мейрамгүл Барқазатқызы, сіздің мына пікіріңіз бен тәжірибе жөнінде айтылған сауалнамаңызға мен 1-2 сұрақпен жауап беріп кетсем. Яғни, осы бүгінгі пед кеңестегі бізге әсер еткен 2 нәрсе, мұғалімнің шеберлігін дамытатын талаптар. Содан кейін шебер мұғалімнің, зерттеуші мұғалімнің, басқа да мұғалімдердің алдына қойған мақсаты 7 талапты білу. Осы. Енді тәжірибеңізде бар ма еді дейді. Сабақ жоспарыңызда сабақтан соң рефлексия жасайсыз ба? Бұл күнделікті жасалмайды. Себебі аптасына 1 рет жасаймын. Және сабақ жоспарыңызды сабақ үстінде өзгертесіз бе? Оның себебі неде? Сабақтың жоспарын мен күнделікті емес, кейбір кезде сабақтың қисынына қарай. Егер де сабақ берілген оқушыларға, сабақ жоспарында берілген тапсырма қиынырақ болып, оқушылар орындай алмай жатса, мен дайындап алып келген жеңіл тапсырмаға қарата ойысамын. Ал егер де жеңіл тапсырмаларды балалар сабақ жоспарында тез орындап кетсе, онда мен сабағым жоспарында өзіме дайындап қойған қиын
тапсырмаларды беріп, сабақтың жоспарын сабақтың үстінде мен өзгертіп отырам. Себебі қиыннан жеңілге, жеңілден қиынға осы тапсырмалар орындалу керек. Әрине, оқушының Жақсы, рахмет, Бақыт Тұрсынмаметқызы. Өзіңіздің тәжірибеңізді өте жақсы айтып өттіңіз. Тағы кімдер сөйлейді екен? Келесі жастардан болса, тәжірибелеріңізді айтыңыздар. Сізге әсер еткен екі нәрсе осы педагогикалық кеңесте.